Алматы қаласынан ұшаққа отырып, шамамен 7 сағатта Таиландтың астанасы Бангкок қаласына жеттік. Әуежайда бізді гид қарсы алды. Бізбен бірге басқа да елден келген саяхатшылар болды. Барлығымызды жинап, автобуспен шамамен 1,5 сағат жол жүріп Паттайяға келдік. Одан кейін әрқайсымызды топқа бөліп, шағын автобустарға отырғызды. Сөйтіп, өз қонақ үйлерімізге қарай бет алдық. Біз Зезайн вилла отеліне орналастық. Вилла өте жайлы, тыныш, әрі көрікті ауданда орналасқан екен. Біз үшін экзотика саналатын алуан түрлі тропикалық өсімдіктер жайқалып өсіп тұр, көздің жауын алады. Жұпар иісі бұрқыраған гүлдердің және кокос ағашының қасынан жай әншейін өтіп кету мүмкін емес. Оған құстардың сайраған дауыстарын қосыңыз. Қақаған аязбен боран соғып жатқан жақтан келген біз бейне бір жұмаққа тап болғандай керемет әсерге бөлендік. Күн ыстық, аспанда шөкімдей бұлт жоқ. Өзіміз тоқтаған виллаға жеткенше жан-жағымызға рахаттана көз салып, тамсанумен болдық. Өңкей виллалар орналасқан аймақтың ішіндегі бассейннің көгілдір суы жарқырап, тез құшағыма ендегендей жалтырап жатыр. Заттарымызды виллада қалдырып, керек жарағымызды алып, тезірек теңізге қарай бет алдық. Майда құмы бар жағалауда суға шомылушылар үшін барлық жағдай жасалған екен. Ештеңеге алаңдамай, еш нәрсені ойламай рахаттанып демала бер. Жып-жылы теңіз суы өте жұмсақ, әрі жанға жағымды. Шыққым келмейді, суда жүзе бергім келеді. Біз бұл жерде 7 күн бойы демалдық. Паромға отырып, Колан аралын тамашалап қайттық. Аралдың суы өте таза, мөлдір. Табиғаты ғажайып. Бейне бір ертегілер аралына келгендей аузымызды ашып, көзімізді жұмып, таң қалумен, тамсанумен жүрдік. Паромдар сағат сайын қатынап, туристерді тынбай әрі-бері тасымалдап жатыр. Ал Паттайядағы жыландар фермасына барған сапарымыз тіпті естен кетпестей болды. Онда жыландардың, әсіресе кобра, питонның сан алуан түрін көрдік. Жыландар шоуын тамашаладық. Бұл жерде жылан уынан, терісінен небір өнім жасайды екен. Әсіресе түрлі емдік дәрілер, жақпалар керемет шипалы. Бұл елдің королі медицина мен фармакологияны дамытуға ерекше мән берген. Өнімдеріне сұраныс жоғары, экспортқа көп шығарады екен. Әсіресе түрлі емдік дәрілері, сонымен қатар жылан, құлтырауын, скат балықтардың терісінен тігілген түрлі сәндік бұйымдар мен сөмкелердің сапасы керемет. Бұл жерде туристерге көрсетер, ұсынар дүниелер өте көп. Небір шөптен жасалған, небір емдік қасиеті бар шай сусындар ұсынып, дәмін таттырды. Туристер үшін және бір қызықты жер жолбарыстың күшіктері аландар тұрған клетка маңы. Онда бір алғанда алып, бөтелкедегі сүтті еміздіріп отырып, суретке түсуге болады. Сонымен қатар зергерлік бұйымдар жасайтын және латекс шығаратын фабрикаға барып араладық. Зергерлік бұйымдар фабрикасында жер асты кенішін саяхаттап, бағалы асыл тастарды өндірудің әдісі көрсетілген жер асты мұражайын араладық. Зергерлік бұйымдарды жасап отырған шеберлердің жұмысын қарадық. Көздің жауын алатын небір асыл таспен көмкерілген зергерлік бұйымдар көрмесінде болдық. Таиланд елі латекс өнімін экспортқа шығарудан бірінші орын алады екен. Мұнда гевея деген ағаш өседі. Оның сөлін түнде жинайды. Міне осы сөл латекс деп аталады. Оны матрас, көпшік, тағы басқа экологиялық таза төсек орын жабдықтарын жасауға қолданады. Жалпы Таиландтағы бұл сапарымыз өте қызықты, әсерлі, әрі есте қаларлықтай демалыс болды. Таиланд астанасы Бангкокта болып, сондағы әдемі де әсерлі жерлерді аралап тамашалаудың сәті түсті. Осы жерде Бангкок деген атауға қатысты бір қызық мәлімет келтіре кетейін. Бангкок деп біз сияқты шетелдіктер айтады екен. Тайлардың өздеріне Бангкок десең түсінбейді.
Өйткені тай тілінде Таиланд астанасының атауы 168 әріптен тұрады. Город ангелов, великий город, город вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная 9 драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где перевоплощенный бог город, подаренный Индрой и построенный Вишну-Карной. Это полное название Бангкока. Вот так они не постеснялись и называли свою столицу. Бангкоктағы биіктігі 314 метр болатын Маханакон зәулім ғимаратына көтерілдік. Бұл жерде 78-ші қабатта әйнектен соғылған алаң бар. Соның үстінен жүріп өтуге жүрек керек. Аяқ тіріліп төбеге қарай алмайсың. Басың айналады. Бұл да бір нағыз драйв болды. Ұзын құйрықты қайыққа отырып, Чаупра өзенімен жүзіп, жағалауда жапа тармағай орналасқан әсем ғимараттарға көз тіктік. Жол сілтеуші иттің әңгімесіне құлақ түрді. Таиланд корольдігінің қызық тарихына қанықтық. Арасында Чаупра өзенінде жайын балықтарына жем тастап, балаша мәз-майрам болдық. Өзендегі бұл серуеннен естен кетпестей әсер алдық. Бангкокты аралағанда бас сұққан керемет жерлердің бірі Алтынтау храмы болды. Будда дінін ұстанушылардың рәсімдері жайлы естіп білдік. Аптаның әр күніне сай корольдің, яғни тай халқының рамаларының мүсіндері қойылған екен. Және соған сай ол күннің өз түсі болады екен. Бұл туралы айтқан гид сол түске қарай қандай ырымдардың барын бізге түсіндірді. Әр елдің салты басқа деген осы. Біз де өзімізше олар ұқсап, қоңырауларын сыңғырлатып өттік. Балғамен ұрып, дабыл қақтық. Одан кейін арнайы жайылған қызыл матаға еліме амандық, жеріме бүтіндік, жұртыма тыныштық бере гөр Алла деп өзімізше ырымдап қазақша жазып қалдырдық. Бұдан кейін бізге Айкон Сиам сауда орталығын аралауға уақыт берілді. Түстен кейін өзен бойымен ақырын жылжыған лайнерге отырдық. Онда аста төк швед столы жайылған. Небір теңіз өнімдерінен жасалған керемет тағамдар ұсынды. Нені қалап, қанша жегің келсе өз еркің. Дәмі тілі үйреді. Экзотикалық жемістер, неше түрлі сусындар, не керектің бәрі бар. Көңіл көтеретін шоу бағдарламасы керемет ұнады. Тай әртістерінің бірнеше тілде шырқаған әндерін тыңдап би биледік. Су бетінен ақырын жылжып жүзіп келеміз. Аспанда самсаған жұлдыздар жымың қағып жарқырайды. Біздікі сияқты жүздеген турист отырған басқа лайнерлер қасымыздан егерсіл қарсылы өтіп барады. Музыка ойнап, шамы самаладай жарқырап жанып көз қызықтырады. Ашық аспан астында таза ауамен осылай серуендеудің ғажабын сөзбен жеткізе алмайсың. Бастан өткеру керек. Бұрын соңды көрмеген, білмеген елді аралап, саяхаттаудың ләззаты тіпті бөлек. Бүгін Паттайядағы соңғы күніміз. Теңіздің жылы да тұзды, жанға шипа беретін суын қимай, ыстық күнін қимай, ертең үйге қайтамыз деп, сондай қимастық сезіммен отырмыз. Керемет күшті демалдық бір жеті бойы, керемет әсер алдық, өте жақсы демалдық. Менің балдарыма рахмет, осындай бізге сый жасап, бізді осындай демалысқа жібергендері үшін рахмет көп-көп.